Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы аңыз патшайым, екінші сабағы. Сабағымыздың мақсаты ауызша мәтіндер құрауда қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дыбысталуын, үндестік заңын ескеріп айту. Ал енді балалар, өткен сабағымызды бір ой елегінен өткізіп, мына сұрақтарға жауап берейік. Кирдің дарияның екінші бетіне өтуінің себебі неде? Кир спаргапты қалай тұтқынға түсіреді? Көз көріп, құлақ естімеген ұрыста кім жеңіске жетті? Тұмар Кирдің басын не себепті қанға салды? Жақсы балалар, осы сұрақтарға жауап берейік. Жарайсыздар балалар, сұрақтарға жауап беріп болсақ, ендігі кезекте сіздермен жазылым, айтылым тапсырмасын орындайық. Кітабымыздегі 7-ші тапсырманы орындауға кірісейік. Мәтін мазмұны негізінде төмендегі диаграмманы толтырыңдар. Ойларыңды ауызша айтыңдар. Ал қанекей, бірлесе орындайық. Тұмардың әрекеті қандай болды? Кирдің әрекеті ше? Дұрыс айтасыздар балалар. Тұмар Кирге өз еліне қайтуға кеңес береді. Тұтқынға түскен ұлын босатып, еліне қайтуын ескертеді. Соғыста жеңіске жетеді. Қанқұмар Кирдің басын кесіп, қанға тұншықтырып, еліне жібереді. Елін жаудан қорғайды. Ал Кирдің әрекеті қандай болды? Ол сақ даласын жаулап алуға әрекеттенді. Тұмарды соғысуға шақырды. Тұмар ханшайымның ұлы спаргапты алдап, тұтқынға түсіреді. Соғыста жеңіліс табады. Ол өзінің тойымсыздығының арқасында қаза табады. Ал балалар, дәптерімізді ашайық. 9-ші тапсырма. Мәтіннен айтылуы мен жазылуы бөлек сөздерді теріп жазып, кестені толықтырайық. Және себебін ауызша түсіндіреміз. Мысалы, көпір жазылуы бойынша, ал айтылу барысында біз көпір дейміз. Не себепті? Бұл сөздердің жазылу мен айтылу емлесіне байланысты, яғни орфографиялық және орфоэпиялық нормаға байланысты. Орфография сөздердің дұрыс жазылу заңдылығы, ал орфоэпия сөздердің дұрыс оқылу заңдылығына сүйенеді екенбіз. Ал жақсы балалар, тағы қандай сөздерде айтылу мен жазылу барысында ерекшеліктер кездеседі екен? Мысалы, түгел, қанға, күншілік, тұтқынға сөзін және тағы басқа да сөздер бар екен. Ал жақсы балалар, жарайсыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше. Үйге 11-ші тапсырма 88-ші бет.